16 тамыз күні Жасыл ел жастары еңбек жасағының ұйымдастыруымен Бірлік ықшамауданында кезекті траштак атырау тазалық акциясы өтті. Акция нәтижесінде 10 куб қоқыс тазаланды. Акцияға Жасыл ел сарбаздарымен қатар облысымыздың белсенді жастары да қатысты. Енді Атырау облысының Жасыл ел жастар жасағы өздерінің жұмыстарына шақырып осы бірлесе жасап жатыр. Жасыл елдің еңбегін баядан білеміз. Өте жақсы, жастардың бір тәрбиеге деген құлшынысын, тазалыққа деген, айналасына деген сыйластығын, жасылға деген сыйластығын көбейтеді. Басқа да осы Атыраудың белсенділерін, бұлай азаматтарын сондай тазалыққа қарай шақырамыз. Себебі тазалықтан басталады барлығы. Қоғам болып осыған біздер атсалысқанымыз дұрыс.